Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Салтанат шоколадты глазурмен жасалған түрік десертімен бөлісемін. Ал сіздер видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий ұмытпаңыздар. Барлық ингредиенттердің мөлшерін осы видеоның астына қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқамызға қантты қосып, венчиктің көмегімен араластырып, кейін миксерді қосып араластырамыз. Осылай ағарғанша дейін араластырамыз. Жылы сүтіміз бен күнбағыс майын құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі ұнымызға қопсытқыш және какаоны қосамыз. Құрғақ массамызды жақсылап араластырып болған соң, оны сұйық массамызға аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Менде осындай диаметр 35-23 болатын 4 бұрышты форма, ал егер де сіздерде дөңгелек болса, оны да қолдансаңыздар болады. Жақсылап сары майымызды жағып, шоколадты қамырымызды құямыз. Алдын ала қыздырылған пешімізге 180 градусқа қойып, 40-45 минутта пісіріп аламыз. Ал енді пирогымыз дайын болғанша шоколадты глазурды дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт, шоколад, қант және какао қажет болады. Дайындап алған шоколадымыздың үстінен сүтімізді құямыз, қантымызды қосамыз және какаоны. Ал енді араластыра отырып, орташа отта қайнағанын күтеміз. Бір қайнағаннан кейін, 1-2 минуттан кейін оттың астын өшіреміз. Осымен біздің глазуріміз дайын болды. Пирогымыз да дайын болып қалды. Оны таяқшаның көмегімен осылай тесіп шығамыз. Өйткені біз оның үстінен қазір сүтімізді құямыз. Сүт жақсы сіну үшін осындай тесіктер жасауымыз қажет. Шоколадты глазурымызды пирогтың үстінен құйып, тегістеп шығамыз. Енді пирогымызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мен пирогты тоңазытқышта 1 сағаттай ұстадым және әсемдік ретінде кокос жаңқасын пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша түрлі жемістермен, орехпен әсемдесеңіздер болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.